келе жатқан кіндік кесу рәсімін мына керемет кітаптан баламыз екеуміз түсініп айтамыз. Ал балам сәби ең алғаш дүние есігін ашқанда ең бірінші кіндік кеседі. Оның кіндігін әйел адам кеседі. Қазақ халқы кіндік кесу рәсімін ерте кезден бастап қатты қадірлеп қастерлеген. Кез келген адам кез келген әйелге кестірмеген. Яғни ол әйел өзі тәрбиелі, өсіріп отқан тәжірибесі бар, елге, халыққа еңбегі сіңген адамдарды осы кісіге ұқсасын деген ниетпен өздерінің сәбилерінің кіндігін кестірген. Ең қызығы келіндерінің бойына бала біткенде үлкен енелері менің келінімнің кіндігін кессін деген ниетпен сондай үлкен кісі адамдарды өздері дайындап, үміт етіп, алдын ала көрсетіп дайындаған. Сөйтіп ол сәби дүниеге келген кезде кіндігін кесіп, осы кісіге ұқсасын деген ниетпен кеседі. Кейбір кездерде бала өзінің ата-анасына емес, сол кіндігін кескен адамға ұқсап кететін жайттар болады. Ол біздің осы халқымыздың дәстүрінің сондай орны келетінін бір айғағы ретінде дәлелденіп келді.